Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз музыкадағы құстар бейнесі деп аталады. Музыканы өте жақсы көретін серек оқушы. Бүгін осы тақырыпқа байланысты бірнеше музыкалық шығармаларды тыңдайтын боламыз. Модест Петрович Мусоргский, белгілі орыс композиторы. Картинки с выставки, яғни көрмедегі көріністер атты шығармасы әлемге танымал. Міне осы шығармадан жұмыртқадан шықпаған балапандар балеті атты шығармасын қазір бәріміз тамашалайық. Сюита бірнеше қысқаша музыкалық шығармалардан тұратын аспаптық музыканың түрі. Көбіне би, не ән сипатында болады. Сюитаның әр бөлімі белгілі бір оқиғаны суреттейтін музыкалық шығарма. Мысалы, Модест Петрович Мусоргскийдің көрмедегі көріністер сюитасы 10 бөлімнен тұратын фортепиано аспабына арналған музыкалық шығарма. Сендер тыңдайтын жұмыртқадан шықпаған балапандар балеті оның 3-ші бөлімі. Қазақ халқының құстарға арналған күйлерінің ішінде аққуға арналған күйлер көп. Осындай күйлердің бірі Сүгірдің аққу күйі. Сүгір Әлиұлы атақты күйші, композитор. Жастайынан күйші Сүгір атанған. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Сүгірдің күйі аққу. Сүгірдің күйі аққу. Оркестрге түсірген Алдаберген Мырзабеков.
Музыкалық саяхатымыздың тамаша бір сәті бұл жаңа әнді тыңдап, айтып үйрену. Міне қазір осы сәт. Кім қалай шырқайды? Қонып алып талға, қарқылдайды қарға, қарқ, қарқ, қарқ. Өзінің атын төпеп, шақырады көкек, 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 көкек. Отыр алмай тыншып, шиқылдайды шымшық, шиқ, шиқ. Кім қалай шырқайды? Қонып алып талға, қарқылдайды қарға. Қонып алып талға, қарқылдайды қарға. Қарқ, 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 қарқ. Өзінің атын төпеп, шақырады көкек. Өзінің атын төпеп, шақырады көкек. Көкек, 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 көкек. Отыр алмай тыншып, шиқылдайды шымшық. Отыр алмай тыншып, шиқылдайды шымшық. Шиқ, 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 шиқ. Ұстазды тыңда, үйге тапсырма, тақырып тоқып, өлеңді жатта. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.